Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді кешкі ас дайындайтын боламыз. ұн қуырдақ деп аталады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындау үшін бізге 250-400 грамм аралығында ұн қажет болады. Және осы ұнымызға дәміне қарай тұз салып, жарты стакан көлемінде суымызды құйып, жақсылап илеп аламыз. Сонымен қатар бізге ет және 2 дана жуа, сәбіз, тәтті болгар бұрышы және 3 дана картошка қажет болады. Алғашында осылай қызып тұрған майымызға жуамызды қуырып аламыз. Кейін болгар бұрышымызды, сәбізімізді салып, барлығын жақсылап қуырамыз. Етімізді салып, дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Және тамағымыздың дәмін келтіру үшін түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде қара бұрыш қостым. Кейін барлығын жақсылап 5-7 минуттай қуырып алғаннан кейін қайнап тұрған суымызды құйып, 15 минут көлемінде бетін жауып, пісіріп аламыз. Кейін картошкамызды салып, барлығын жақсылап бұқтырып пісіреміз. Манағы дайындаған қамырымызды осылай жайып аламыз және де бірнеше бөліктерге бөліп, қызып тұрған құрғақ табада осылай екі жағын кептіріп аламыз. Әр жағын 30-35 секунд көлемінде кептіреміз. Жаймамыз кепкен кезде бетіне осындай ақ түйіршіктер пайда болады. Осылайша барлық жаймамызды екі жағынан кептіріп аламыз. Кепкен жаймамызды жылы күйінде орап, кеспе тәрізді етіп, майдалап кесіп шығамыз. Арасына сұйық май ешнәрсе жақпайсыздар. Мінекей, менде кеспелерім дайын болды, бір-біріне жабыспай осылай болып шығады. Кейін осы қазанымыздың үстіне кеспемізді орналастырамыз. Егер суы тартылып қалған болса, су қоссаңыздар болады. Осылайша бетін жауып, жай отта 15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей, менде кеспем дайын болды. Өте жұмсақ және бір-біріне жабыспай осылай шығады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз.
Осымен біздің ерекше кешкі асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және каналға тіркеліп қолдау білдіруді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі көріскенше.